негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Неге? Неге? Енді өйткені біздің қазақтың қыздарына сөйтіп жасап кеткені дұрыс емес қой. Жабысып деген ерсі деп ойлаймын. Қазақ қызына еще ол жерде басқа ұлттың адамымен болмаса да өзіміздің негізі сахна дәстүрі деген еще ол жерде қаншама кішкентай балдар бар, үлкен әпкелер бар, ағалар бар. Бәріне беретін тәрбие, телевизормен берілетін тәрбие, сахнамен берілетін тәрбие. Қазіргі заманда нормальный нәрсе қалыптасқан шығар. Дұрыс емес. Неге? Яққо, кішкентайлар көреді, тәрбие жоқ болады. Кішкентай балалар өз сүйіктісіне көріп болады. Қыздың санасына да білеміз, Нейтрально негізі. Неге? Өздері біледі ғой. Қазақ қыз болғаннан кейін ұят емес па ол әке-шешесі көріп жатыр, туған туыстары көріп жатыр, қазір өсіп жатқан жас балаларға да үлгі өнеге көрсету керекпіз ғой әрқайсымыз. Дұрыс емес қой енді. Дұрыс емес па? Қазақта ұят деген нәрсе бар ма? Біздің қазақтың адамдары болса да бұл дұрыс емес болып есептелетін еді негізі. Потому что бөтен еркекпен олай әрбір қыз жабысып жүрген не емес деп ойлаймын. Адам әртүрлі болады, ол билігінде несі бар деп айтамын. Себебі ондай жалпы отношениялар харамға саналады. Мне не нравится такое. Не нравится, да? Я такое не поддерживаю. Дұрыс емес қой қазақтың қызы Дұрыс емес па? Дұрыс емес. Өйткені бөтен еркек, даже ол жерде еркек де дұрыс емес, әйелдікі де дұрыс. Өйткені еркекке беріліп жатқаны ол жерде дұрыс емес.